Ассалаумағалейкум жігіттер, сендермен байланыста жалғас. Бүгінгі видеода сіздерге арқа бұлшықеттерін қалай дамытамыз, қалай жалпаюға болады және турник нуля қалай үйренеміз, соның барлығын үйрететін болам. Видео ролик сізге басында қызықсыз болып көрінуі мүмкін, бірақ өткізбей соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Жаттығудан бұрын қыздырмаған дұрыс. Бірінші жаттығу осындай түрде орындалады. Бұл жаттығу новичоктарға арналады. Турникті үйрене алмай жүргендерге осы жаттығуды жасауға кеңес беремін. Бұл жаттығуды біраз қиындатқыңыз келсе, осындай түрде жасаңыздар. Аяғыңызды бір жерге қойып жасаңыздар, сонда көбірек күш түседі. Подходтың не екенін білмейтіндерге айтарым. Подход дегеніміз бұл қайталау деген мағынаны береді. Келесі жаттығу осындай түрде орындалады. Қолды кең ұстап, кеудені турникке тартамыз. Иықты артқа тастаймыз, сосын тартыламыз. Мынау қате техникасы, яғни өзіңізді видеоға түсіріп қарап көріңіздер. Дәл осылай жасаңыздар, бұл қате. Ал дұрысы ол осылай. Яғни мойынды асырудың керегі жоқ. Кеудені жеткізуге тырысасыздар. Кеудені жеткізу обязательно емес. Бұл жаттығу широчайший мышцаларына жақсы көмектеседі. Ал егерде трапецияны қоса накачать еткілеріңіз келсе, дәл осылай жасаңыздар. Арқа бұлшықеттерін тез шығаруларың келсе, жаттығуды таза жасауға тырысыңдар. Және де напрягать еткен кезде минимум 1-2 секунд ұстауға тырысыңыздар. Сонда арқа бұлшықеттері жақсырақ іске қосылады. Бұның барлығы оңай болса, дополнительный веспен істегендерің дұрыс. Мынау менің Алтай көлемінде шығарған крилом. Жаттығуды барынша оңай түрден қиын түрге дейін көтеруге тырыстым. Видеоны соңына дейін көргеніңіздеріңізге көп рахмет айтамын. Лайк басып, каналға тіркеліп, коммент жазып отырыңыздар. Комментке келесі видеоны қалай түсіргенімді қалайсыздар, соны жаза кетіңіздер. Бәлкім сіздің комментарияңызды оқып, сол жайлы видео түсіріп қалуым мүмкін.